оқып жатсың ба балам қазір? бітіріп қойдым ғой. Биыл ба? Биыл емес, 99-ым қашан бітірдім өзі. Мен оқудан шығып кеттім аға. Мен негізі актер болам дегенмін кішкентай кезімде. Шабытқа түскім келді, Жүргеновқа түскім келді, актер болғым келді. Соны бір кастингқа барып едім, амай қойды мен. Вообще амай қойды ше, андай массовкаға да амай қойды. Сөйтіп жүрдім да, бір киноға түстім мен массовка болып. Атын да ұмытып қалдым, ол кішкентай кадрға түскен. Оны туысқандар киноға түстім деп мақтанып жүресің, оны айтуға да ұяласың ше. Кішкентай жерін кесіп алғанмын ғой ше, инстаграмға соны қайта сала берем. Нормально түскен шығар деп ойлап қалсын деймін да, сала берем. Олар ойлайды бір нормальный киноға түскен шығар деп. Атын айтпайсың ғой қандай кино десе. Сериал кино ғой. Ана жақсы кен братан, көп братандар нормальный актерлармен түскен ғой. Ол кастинг деген солай өзі. Бірде барып, бірде құлайсың, бірде кейін барып шақырады ғой өздері. Сол, амай қойды. Бір аяғында киноға түспей тұрып, бір 10 шақты рет барып өтпей қалып жүрдім ғой. Болады, 20 шақты кастингтен кейін барып қана өттік. Айданка, рахмет. Күрескендеріңіз бәрін көремін ғой мен. Жақсы спортсмен сол, каратеге қатысқаныңыз бәрін білемін. Сіз туралы жақсы информация білемін ғой. Анау негізі бүйтіп өмірде Артур ағада айтқан, өмірде кездесіп қалсақ бір-екі рет суретке түсіп араласпай кетеміз ғой енді. Сізді жақсы көремін, мықтысыз ғой деп айтсам андай. Сіздерді ұмытып кетесіздер ғой ертесіне. TikTok деген дұрыс болды да братан ше. Күнде деген сөйлесіп түріміз жатталады да братан ше. Шымкент келген кезде, родной болғанбыз да ол кезде. Братан деп. Бауырлар дос табасың, конечно. Сол. Мен де сөйтіп ойлап. Барам, просто бір күнге баратын, бір шаруамен баратын, сонымен ары қарай Астанаға ұшып кетемін.